Енді сіздің көзқарасыңызға енді бір түрлі көрініп қалған шығар, бірақ Ернар досым ғой. Менің ғана ма, тіпті білмеймін, қатысушылар қалай ойлайды. Пікір айтып жіберейікші. Жігіттер, Әлішерден сұрайықшы, Әлішер. Баласахан, Қазір мен айтасыз, қазір сұрай кетейін. Мен рұқсат болса, мына Ығай мен Сығайға бір пікірімді айтып жіберейінші, рұқсат болса. Негізі Ернарды білет, мысалы бар екен үміткердің аяулым. Мысалы Саддәулетті білет, білмеймін енді. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, басында адам деген бірінші қызбен өзі таныс болу керек шығар, негізі. Кішкене былай сөйлесіп, қай жақтықсың, не деген сияқты қылып, сосын барып жаңағындай Ернар жайлы сол дүниелерді білсе болады да, шақырып алып деген сияқты. Бірақ сразу бірінші кездесуден ондай дүние жасағаны негізі Ернар мен де Саддәулеттің екеуіне бір мазақ қылу болды, шынымен де былай сырттай солай көрініп отыр. Бәріміз сөйтіп ойлап отырмық негізі, көбісі ше. Білмеймін енді, даже Ернарды хотя бы жарайды, Саддәулет шақырды, может бір жаман ой болмаған шығар, жаңа сен айтқандай бір. Бірақ Ернар бармай қойса болатын еді да, негізі. Жоқ, ұят болады, мен барғаным деген сияқты қылып ше. Сен өзің бірінші деген сияқты ақылын айтып жіберу керек еді негізі. Ығай мен Сығай деген енді қалай болады екен, онда сендерді мен Қотырат пен Соқырат деп айтпаймын ғой мысалға. Айта берсін енді. Ығай мен Сығай деп бүйтіп керек емес, Әлішер. Бармай қойса болар еді дегенде мен ол жақта отқам уже. Мен тілектерін жасап келіп, мен ол жақта тамақтанайын деп отқам, Саддәулет екеуміз тамақ ішіп отқанбыз. Бірінші кішкене болған жайтты бірінші саралаңдар, сараптаңдар, одан кейін барып ортаға әңгіме. Жоқ, негізі мен сен ана құлағыңа ұшқан желмен былай енді жанында біреу айтты ма білмеймін, дәм болсын ұра беруді қойса. Жоқ, қандай ғой, қараңызшы, бүйтіп кездесіп алады да, екеуі ұрысып отыр да, мысалы. Былай айтқанда кино ойнап отыр, қарап отырсаң мысалы. Осы нәрсе болады, сендер білдіңдер ғой, Баласахан, айта салайын, бұл кино негізі сенің тарапында, Әліш. Киноны сен жақсы ойнайсың. Ой, соны айта берші. Сен жақсы шоуменсің, Әліш. Сондықтан ол сырттағы тамадалықта шоуменсің, сен бұл жаққа тықпай қой. Оны біз білеміз ғой, мен лично өзім жақсы білем сені. Менге айтатын болсам, қатты айтып қоямын да, сондықтан тілім тістеп қаласылайын, Әліш. Жанды өзің аққұба қызыңды қолынан ұста да, денең дірілдетпейді. Жоқ, сен бұл жақта мәселе дене дірілдету анау-мынау емес. Конкретно пікір айтыла ма? Мен Сығай деп отырсың. Не көріп отырсың? Жоқ, сен неғып маған Ығай мен Сығай деп отырсың. Сендер просто бағаны бір көсем, просто натуре прикол ұстап отырсыңдар. Неқта қыз жаман болып отыр, по факту деген кезде. Сендер кішкене по факту серьезно қараңдар. Сен онда 200 адамсың сен онда. Мен 500 адаммын. Не болды? Ернар, сен қара. Әлішер, Ернар, сіздің әрекеттеріңіз туралы әңгіме болып жатыр. Сіз неге адамға қарсы шығып жатсыздар? Осы өмірде пікір айтсаң бір ситуацияға қатыстайды деп бір-бірлеріңізге ренжисіз. Жоқ, егер өзінің ісіне сай әрекет жасап жүрген адамзат айтатын болса, мен оны қабылдаймын. Бірақ өзі кино ойнап жүріп, маған кино туралы әңгіме айтпай қойсын, Баласахан. Мен соған кино қатысушылар, сіздер қызық екенсіздер. Ондай болатын болса, қарым-қатынас туралы үйленген адамдар ғана айтсын деп отырайық осы жерде. Мен мысалы ондай ақылда үйленген адамдардан тыңдаймын. Осы жерде бір ауыз қосып жіберейікші. Пікір айтасыздар ма? Көтеріңіздер бір-біріне. Мен айтып жіберейінші. Мен айтып Каз бауырым. Қазір мен соң әңгіме жасайын. Просто құрметті қатысушылар, түсінемін да. Адамда мысалы сен айтып жатсың ғой, типа өзінің басынан өткеннен кейін ондай пікір. Мен типа сондай болды екен деп, мен бүйтіп үндемей отырмауым керек қой мысалы да. Ондай нәрсе керек емес негізі. Мен көріп отырмын, соны айтып отырмын. Мен артадан, ауладан алып келіп отырмын. Әліштің негізі Баласахан, Әліштің пікір өте орынды. Бірақ енді анау Ығай мен Сығай деген сияқты енді сені ортаға шығып келатсақ, бачок деп атасақ болмайды. Айта беріңдер, маған мен көтермеймін. Жоқ, сен просто былай ғой, Саддәулет, просто бастапқы әңгімелерің сен көсем, сен төле, сен бей деп, просто қызға прикол ұстап отқан сияқты көрініп қалды негізі. Баласаханымды айтып кетті ғой сендерге мысалы. Жоқ, мен Баласахан, жігіттер, мен сендер жоқта түсінбедім, андай, сендер натуре 5 жылды жабыстырып алғасындар, маған айтасыңдар да. Бірақ мен бағаны алып беріп, бүйтіп қарап отырмын да, и сөзіңді бөлген жоқпын Әліш. Енді мен өзімдікін айтып жатсам, сен қайтадан маған қарсы шығып жатсың да, одан кино ойнап жатсың деп жатсың. Мен кино ойнап жатқан жоқпын. Мен мәселе қалай болды? Мен басынан бастап айттым ол нәрсені. Одан кейін мен қазір Ернармен қырылып отқан жоқпын. Мен просто Ернарға мен конкретно не көрдім сол кезде, соны айтып жатырмын. Ол маған не көрді, соны айтып жатыр.
біз бір-біріміздің бетімізден алып сен маған дос емессің деп атқан жоқпыз. Просто болып атқан нәрселерге ол көзқарасымызды айтып жатырмыз. Одан мен Ернарға бір нәрсе айтамын, Балауса ханым. Енді Ернар досым ғой, қасында жүр, бірге тамақ ішеміз, әңгіме жоқ. Бауырым, бірақ мына жақта бір қыз жылап қалды да енді. Бір сол әрекетің сәл-пәл дұрыс болмай қалды ау Ереке. Балауса ханым, қайырлы күн, айта кетейінші. Негізі бұл жерде жаңағы 5 жұлдыз туралы әңгімелер айтылып жатыр ғой, Садәулет. Енді білмеймін, 5 жұлдызды жабыстырып отырған сен сияқтысың бұл жерде. Тек бір-ақ адам жабыстырып тұр, ол да сен сияқтысың. Мына жерде Ернарға сенің кесірінен жылап отыр деп айта алмайсың, себебі қыз по факту сенің әрекеттеріңнің кесірінен бір сондай состояниеге түсіп отырған сияқты. Жалпы мен ойлаймын да, негізі аяулым алдыңғы жолы келген кезде де бір уақыт болмай қалды. Аяулым қош келіпсіз, бірақ аяулым енді бір Ернардың қыдығына тиейін деп, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, кім-кімді мазақ қылып жүр деген сияқты. Бір аяулым Ернардың көзіне көрейін, осы адамды мазақ қылайын деген сияқты ниетпен келді да. Бірақ Садәулет керісінше істеп отыр. Садәулет аяулымды мазақ қылатындай әрекеттер істеп отыр да бұл жерде. Сондықтан бұл жерде наоборот ең жылау керек, дұрыс емес состояниеде отырған адамды Ернар деп ойлаймын. Ол енді мен білем, негізі Ернарға мен осы жерде сұраған болатынмын. Сен барасың ба бұлармен кездесуге деген кезде? Жоқ, мен бармаймын, жынды емеспін ғой деп айтты. Бірақ бір андай болады ғой, еркектік тұрғыда мені осы досым қаншалықты уровеньға дейін сыйлайды екен деген сияқты қылып тексеру мақсатында может быть істеген шығар. Бірақ бұл жерде аяулым, жаңа сіздің әрекеттеріңізден Ернар, менің өзімнің күтіп отырған аққұба жаным бар деген кезде, сол ситуацияда, сол сөзден кейін сіз қатты жанып кеттіңіз, қатты эмоцияңызды бердіңіз, содан кейін барып жылап қалдыңыз. Сізден мен ойлаймын, әлі күнге дейін может быть Ернарға деген бір сезім бар, или бір кек алу деген бір мақсат бар. Сіз келгеннен бүгін келдіңіз, сразу Ернарды Садәулеттің досы деп өзіңіз тиісіп бастадыңыз. Ал бұл жігіт сөйлеп еді, сіз алып шамыңызды көрсетіп жатсыз да, онда өздеріңіз просто сізді айталар едіңіз Садәулетке. Садәулет, сен есің дұрыс па? Ол мен қанша уақыт жүрген жігітім, не қып қасыңа ертіп алғансың деп. Бұл жерде просто осы екі кісінің бір әрекеті сияқты деп ойлаймын. Енді аяулым жауап берейін деп отырсыз ба? Аяулым, неге жылап отырсыз? Үшін жылап? Мен Ернар үшін келген жоқпын бұл жаққа. Сен соны жыламай айтса? Не үшін жылауысың деген? Ол жылайтын нәрсе ғой, болып отқан нәрсе. Жылайтын нәрсе ғой. Жоқ, просто... Спокойно жыламай айт. Жыламам. Алдыңғы қалып қара болды ғой, ұят болды. Мен қыз бала шығармын. Мен тек көңілім бар шығар. Енді соны айтса дұрыс та, қалай айтасың? Оған жылайтын нәрсе. Сөйлей берсек бола ма негізі? Қазір аяулым. Мен айта салайын. Айтыңыз өзіңізге. Балауса ханым, қазір барлығынан кешірім сұраймын осы эмоцияға беріліп кеткеніме. Просто қыз баласы бұл жақта еркектер түсінбейді оны. Қыз бала, мына жерде қыздар ғана түсінетін шығар. Просто менде де көңіл бар да. Мен оны біліп тұрып келдім, мен Ернар, мен прошлыйымдағы адам. Мен оны жек көрмеймін, бағана Ақерке, мен сіздің пікіріңізді қабылдаймын, мен оны қарсы шықпаймын. Дұрыс солай ойлайды ғой енді, мен өткенімдегі адам ғой ол да. Просто мен бұл жерде іште бірдеңе қалып кетсе, мен келе салып Ернарға бірдеңе ойнататын едім да. Мен оның тарапына ойнатпасам да, сөйлемесем да, каким-то қалай болсын шығып кетіп жатыр да. Мен кездесуде тіпті болады деп ойлаған жоқпын. 4 жігіт бар деді, сосын мен айттым, жарайды. Мен күтсем түн болып кетеді ғой, лучше бара салайық, сонымен бірге қайтамыз деген ой болды. Менде Ернар болатын білсе, мен бармайтын едім. Неге? Себебі мен бұл жаққа келместен алдын мен
қазір андай ғой эмоциямен тұрмын. Лучше қазір айта салғым келіп тұрды. Айтыңыз. Нені айта алмай отырсыз? Жоқ. Мен бұл жерде қатысушы болмадым емес, қатысушы болдым. Бір апта отырдым. Бірінші күн жанып келсем осы жерден, екінші күн өшіп қалдым. Өшіп қалуыма осы кісі себеп болған сол кезде. Қай, Ернар ма? Сол кезде енді мен 2 жыл алдыңғы, 1,5 жыл алдыңғы еске алғым келмейді. Бірақ қазіргі мен айта алмай отырған нәрсем, сол кезде мен Ернарға, осы жерде Ернар отырғанда Ернарға қарап кеткем қимай, өйткені қайтып келмейтінімді білдім, сездім. Неге қимай кеттіңіз? Өйткені ол сезде менде сезім деген алып ұшып тұрып, оның барлығы көрді. Бүкіл елдің алдында мен осы жерге шығып алып жыламайтын ем. Мен оны жақсы көрем. Сол үшін келдім деп, мен де ақымақ емеспін ғой. Просто сол кезде шын жақсы көрдім. Қимай кеттім, бірақ маған бәрібір қарады да Ернар ол кезде. Оған ренішім жоқ, еркек адамға мен сол кезде жалынышты болып жақсы көрем деп айтсам да, өз-өзімді түсірсем де, мысалға мен көшеде қыз емеспін, әке-шешем бар, бауырларым бар. Аяулым, былай жасайықшы, біліп алайықшы, сіз сол кезде келген кезде өшіп қалатындай, сіз сезіміңізді білдірген кезде бір сізге қатты жауап беріп, солай болды ма? Әлде жай ғана сіздің сезіміңізге жауап болмады ма? Мен қазір жала жапқым келмейді, оның барлығын көз көрді. Сырттан үміт беріп, ішке келгенде мені итереді да былай. Сол кезде. Мен ол кезде 18 жасар қызым, қазір 20-дам, не үшін жылап отқанын түсініп те тұрған жоқпын. Бірақ қайта қосылмайтынымызды сездім. Өз-өзімді сөзімді айтып кетейін дедім да, мен бір аптаға сұраныс алып кеттім. Бірақ шынымды айтсам келмейтінін білдім, өйткені именно сол ситуацияның кесірінен мен анам ауырып қалған еді. Мен сол үшін күйінем. Бір жігіт демейінші мейлі. Өзімнің іс-әрекетім кесірінен үйде анам ауырып қалғанда. Аяулым, ол кезде сіздердің араларыңызда сыртта кәдімгі. Просто айттым ғой, жаңа әке-шешем бар. Мен әкем өтте қатты қарсы. Өтте қатты қарсы Ернарға. Жек көреді десем болады. Шешем де жек көреді. Неге? Өйткені мен шешем құлап қалған сол ситуациядан кейін. Мен мамам жүрекпен ауырады. Мен айтқым келмеген, бірақ сол ситуация менің кесірімнен, жылап осы жерде жігіт деп жылаған кесірінен, мамам үйде құлап қалған, ол жасыратын емес. Мен 1 жылға жоғалып кеттім. Мен Ернар іздемеді емес іздеді. Бағдарламада іздемеді емес іздеді. Амал жоқтан аяулым қатысушы емес деп айтқан болатынсыздар. Бірақ сол кезде мен анам ауырды, өзімде өшіп қалған екен. Неге? Өйткені мен өмірімде, мен отбасымда сондай нәрсе болатса, мен күліп ойнап жүре аламын ба? Жоқ, жүре алмаймын. Содан кейін мен келген жоқпын, мен өйткені білдім, келе алмаймын, өйткені мамам ауырады. Мен жобаға айттым, мен 1 аптаға демалсайын, мен ата-анама, отбасыма барып қайтайын. Әкем мысалға сол үшін маған қатты сөйледі. Мысалға әкем маған қатты сөйлей бермейді. Сол жігіт үшін маған өте ауыр сөздер айтты да. Мен одан кейін мысалға Ернардың атында атағым келмейді. Просто аталып кетіп жатыр, көрісіп қалып жатыр. Қатысушылар да сен соған тиісу үшін келдің, көріну үшін келдің. Мен оған көріну үшін келген жоқпын. Менде ондай ойда жоқ. Мысалға Ақерке олай ойлаудың да қажет жоқ. Неге? Өйткені мен отбасым түбегейлі қарсы адамға мен жүрегімді сыйлап оның артынан жүгірем ба? Мысалға жоқ.
Балауса ханым, мен сұрақ қоя кетсем болады ма аяулымға негізі? Аяулым, жалпы қазіргі осы состояниеңіз сонда получается 2 жыл бұрынғы, 1,5 жыл бұрынғы Ернармен ара қатынастарыңыздан қалып кеткен бір травма үшін жылап отырсыз ба, немесе Травма емес. қандай ол? Мен осылай ойыншық көріп, екі жақтама мені сіз жаңа сөзіңіз шындық па білмеймін, мен сіздің негізі сөзіңіз мен бағдарламаны қараймын ғой. Сіздің сөзіңізбен мен всегда келісем да осы мә Ақерке күшті айтады, шындықты айтады. Басқалар сияқты маска кимейді деп сіздің сөзіңіз маған өтіп кетті просто. Жоқ, аяулым Сен Садәулет, сен Ернармен ойнап отқан сияқтысың, или Садәулет сенмен керісінше ойнап отыр. Мен мына жеріме, мен қызбын ғой. Мына жеріме өтіп кетті, как будто мен ойыншық сияқты отырмын. Просто біздің түсінбей отырғанымыз на данный момент